Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен синабони жасайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте оңай жасалу жолы, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Жұмсақ болып шығады, өте дәмді. Мені көріп отырғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Қолжетімді заттардан жасауға болады. Алдын ала керекті заттардың бәрін дайындап алдым. Сары майымды алдын ала холодильниктен шығарып қоямын, жұмсап тұру керек. Жартысын ерітіп алдым және жылы сүт алдым. 300 мл жылы сүт алдым. Жұмыртқа, дрож, корица, шекер, жоғары сұрыпты ұн алдым. Енді осы жылы сүтіме 2 шай қасық ашытқымды салып, жақсылап араластырып аламын. Және шекерді саламын. Үш ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, кішкене жылы жерге бетін жауып қоямын. Кішкене дрожжы көтерілу керек. Дрожжым кішкене көтерілді. Енді осының үстіне 2 жұмыртқаны қосамын. Кішкене тұз салдым, 1 шымшым. Жұмыртқаны жақсылап араластырып алам. Және 100 мл сұйық сары майымды немесе маргарин қосамын. Жақсылап тағы да араластырып аламын. Шекері ерігенше жақсылап араластырдым. Енді ұнымды қосып, қамыр илеймін. Жұмсақ, кішкене қолға жабысатын қамыр илеп аламын. Рецептің толық нұсқасын астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Мінекей осындай жұмсақ қамыр илеп алдым. Кішкене қолға жабысады. Жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге бір жарты сағатқа қойып қоямын. Кішкене көтерілгеннен кейін тағы да бір басып илеп, қайтадан бір 10-15 минутқа қойып қоямын. Міне қамырым көтерілді. Екінші рет көтерілген кезде алып, ешқандай илемеймін. Осы қамырымды алып, 4 бұрыштап жаятын боламын.
осы видеода көріп отқандарыңыздай осылай оқтайдың көмегімен жайып аламын. Төрт бұрыштап. Міне осындай жұқалықта жайдым. Қатты жұқа болмау керек. Енді алдын ала бөлме температурасында жібітіп қойған, жұмсарып тұрған майымды немесе маргаринді жағамын. Қамырдың үстіне маргаринімді барлық жеріне жақсылап жағып шығамын. Маған осы қамырға 70 грамм сары май кетті. Мені барлық жеріне жағып шықтым. Енді алдын ала құмшекер мен корицамды араластырып қойған болатынмын. Мінекей, егердем корицаны ұнатпасаңыздар, какао қоссаңыздар болады. Корицаның орнына какао мен құмшекерді араластырып. Егердем корицаны да какаоны да ұнатпасаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызша мак салсаңыздар да болады. Басқа да өздеріңіздің ұнататын начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Міне осылай құмшекер мен корицаны араласқан ұнтағымызды қамырдың үстіне осылай жайып шығамын. Енді қамырды осы видеода көріп отқандарыңыздай осылай рулет қылып ораймын. Жақсылап кішкене арасын тығыздап ораймыз. Орап алғаннан кейін шеткі қамырын жақсылап бір-біріне жабыстырамын. Жақсылап бәрін орап дайындап алдым. Енді осылай жіптің көмегімен кесетін боламын. Өзіңіздің қалауыңызша кесесіз. Жіппен кескен өте оңай кесіледі. Пышақпен кессеңіз де болады, бірақ жіппен кескен өте оңай. Осы видеода көріп отқандарыңыздай кесіңіздер. Орап алған рулетімді осындай бөліктерге кесіп аламын. Алдын ала пергамент қағазын төсеген осындай дивенге барлығын салып алдым. Енді бір 30 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Кішкене қамырымыз көтерілу керек. Енді 180 градуста қыздырып қойған духовкама пісіріп аламын. Міне менің синабоним
пісті, дайын болып шықты, қызарып әдемі болып пісті. Енді 200 грамм қаймақ алдым, 25-30%, және сахарный пудра. Сахарный пудра қоссаңыздар, өте жақсы болып шығады үйлесіп. 100 грамм сахарный пудра саламын. Қаймақтың үстіне жақсылап араластырып аламын. Осы дайындап алған қаймағымды синабонийдің бетіне жақсылап жағып шығамын. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Қаймақ пен сахарный пудраны. Мінекей осылай синабонийдің үстіне жан-жағына жақсылап әдемілеп қаймақты жағып шығамын. Синабонийді піскен кезде бірден синабонийдің үстіне осы қаймақты жағамыз. Сонда синабонийіміз өте жұмсақ болып шығады. Мені барлық жеріне жағып шықтым. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлі алда тағы да жақсы видеолар болады. Міне осындай өте керемет, дәмді, хош иісті, осындай синабоний бүгін жасадым. Өте жұмсақ. Жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
келесі кездескенше сау болыңыздар.